Менің депутаттық сұрауым Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиевқа жолданады. Құрметті Мағзұм Маратұлы, Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі мол саланың бірі балық кәсіпшілігі. Бұл бағытта Атырау облысы маңызды орын алады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Атырау облысында кездесуінде өңірдің аты балықпен шыққан, оның әлемдегі белгілі әрі ірі балық шаруашылығы орталық болғанын атап өтті. Балық өнімдері ел ішінде де және шет елде де жоғары сұранысқа ие. Атырау балықшыларының өнімдері бәсекеге қабілетті, сапасы жоғары. Олар Батыс Еуропа, Қытай, Украина, Грузия, Ресей Федерация және басқа да шет елдерге кеңінен шығарылып жүр. Дегенмен балық шаруашылығын дамытуда қазіргі кедергі келтіріп отырған мәселелерді қарап шешу өзекті болып тұр. Президент қазіргі ахуалға алаңдаушылық білдіріп, өңірдің балық өнеркәсібін қалпына келтіру және дамытудың тиімді жолдарын іздестіру керектігіне тоқталған еді. Бұндай тиімді жолдардың бірі Каспий теңізі мен Жайық өзеніндегі балық аулау мерзімдерін қайта қарау деп есептеймін. Кеңес одағы кезінде осы су айдындарында мұз түскен уақыттан бастап ағымдағы жылдың 25 мамырына дейін балық ауланатын. Бұл тәжірибе 2000 жылдың алғашы 10 жылдығына дейін сақталып келді. Қазіргі кезде көктемгі балық аулау Жайық өзенінде 25 сәуірге, ал Каспий теңізінде 10 мамырға дейін қысқартылған. Бұл балық аулау және оны өңдеу мен өткізуге табыс пен тұрмысқа кері әсерін тигізіп отыр. Ресей Федерациясының іргелес орналасқан Астрахан облысында Каспий теңізінен көктемгі балық аулау 20 мамырда, ал Еділ өзенінен балық аулау 25 мамырға дейін жүргізіледі. Екі елдің балық аулау ережесіндегі айырмашылықтар қазақстандық балықшылардың мүмкіндігінің шектеулі екендігін көрсетіп отыр. Ресей Федерациясында көктемгі балық аулау кезінде қазақстандық балықшыларға белгіленген мерзімнен Каспий теңізінен 11 күнге, Еділ өзені мен сағаларынан 44 күнге артық аулайды. Каспий теңізі мен Жайық өзенінде көктемгі табиғи жағдайдың ерекшелігі де балық аулауға ықпал етеді. Теңіздегі тез пайда болатын дауыл кезінде балық аулау мүмкін емес. Каспий теңізінің қазақстандық секторында Жайық өзенінде мұз түсу уақыты ұзаққа созылады. Бұнымен қоса Жайық өзенінен сәуір айында балық аулауға тыйым салынған күндер ескерілмеуде. Балық аулауда осындай теңсіздік және табиғат жағдайының әсері мен заңды шектеулер балық аулау лимитін игеруге де әсер ететін негізгі факторлардың бірі. Осындай жағдайға байланысты үстіміздегі жылдың көктемінде бар жоғы 20 күн балық ауланған. Лимиттің орындалуы 35% ғана. Бұл өңдеу саласының дамуына, тұрақты жұмыс орындарының ашылуына, жаңа технологияның қолданысқа енгізілуіне, балықшылар табысы мен мемлекет есебіне түсетін кірістердің өсіміне, адамдар тұрмысының жақсаруын көздейтін мемлекеттік саясатқа тежеуші себепке айналып отыр. Қазақстан Республикасы парламент сенатында Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы, ұлттық экономика, қаржы, ауыл шаруашылығы министрліктері мен атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдерінің қатысуымен осы мәселе қаралып талқыланды. Мемлекеттік органдар тарапынан Каспий теңізі мен Жайық өзенінде көктемгі балық аулау мерзімін ұзартуға қатысты ортақ түсіністік қалыптасты. Құрметті Мағзұм Маратұлы, сіздің назарыңызға осы жайды жеткізе отырып, Каспий теңізі қазақстандық секторының солтүстік бөлігінің су айлағы мен Жайық өзенінен балық аулау мерзімдерін қайта қарап, оны 25 мамырға дейін ұзарту жөнінде ұсыныс енгіземін. Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 27 бабына сәйкес депутаттық сұрауды қарау нәтижесі туралы заңмен белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді сұраймын. Құрметпен сенатор Еңсегенов.